Сәлеметсіздер ме, каналымыздың қымбатты көрермендері және 1С программасының қолданушылары. Бүгін біздің тақырыбымыз 1С программасында шегерімдер беру туралы өтініш жасау. Менде бухгалтерия 8-де 3. Жалақы тарауына кіреміз. Салық салу. ИПН бойынша шегерімдерге өтініш ашамыз. Мысалға, бізде жаңа қызметкер немесе ГПХ бойынша қызметкер болса, мұнда жаңадан жасау керекті айды таңдаймыз. Міндетті түрде толтырамыз. Мысалға, 1 маусымнан. Мұнда белгі міндетті түрде қоямыз. Қызметкерді ГПХ бойынша болса, жеке тұлға деп таңдаймыз. Қосу. Және мұнда барлық шегерімдер көрсетіледі. Яғни, зейнетақы жарнасы, ВОСМС, сосын жаңа шегерімдер, көп балалы жанұялар үшін өз еркімен салынатын зейнетақы жарналары, медициналық шығымдар және тұрғын үй несиесі бойынша шығымдар. Мұнда керекті шегерімдерді таңдайсыз, және ИПН сомасы соған сәйкес азаяды. Егер сізде 1С ескі релизі болса, 1С франчайзи фаворит компаниясына хабарласыңыз, біз сізге жаңарту қойып береміз. Егер сізде стандартты қызметкер болса, стандартты шегерімдерді қосасыз. Ал мысалға, көп балалы жанұядан болса, одан бөлек қосымша шегерімдерді қосасыз. Міне осындай жолмен қызметкерге және ГПХ бойынша қызметкерге шегерімдерге өтініш жасауға және толтыруға болады. Келесі сабақтарда көріскенше.